Саламатсыздар ма? Мен Шымкент қаласы Коммет Тумандыр істер жолы мамандырылған сотының судьясы Балтаева Ферзана Арқылқызы. Сіздерге татуласу рәсімдерін түсіндіріп өтсем. Татуласу дегеніміз қолдану жағынан құқық саласына жақын болып келетін. Олардың басты мақсаты адамдардың өзара келісімге келу жолымен дауды немесе жанжалды шешуге мүмкіндік беретін институттың бірі болып танылады. Яғни татуластыру дегеніміз бір жағынан ішкі әлеммен өзін сақтандыру тәсілі болса, екінші жағынан өркениетті дамудың материалдық және рухани құндылық құралы ретінде қолданылады. Ал татуласу рәсімдер категориясы гуманитарлық ғылымда әртүрлі көзқарастарда қарастырылуда. Дегенмен барлық қолданыстағы ұстанымдар жанжалдар мен дауларды шешудің өзара қолайлы жолдарын табуды көздейді. Татуласу рәсімдері мәні бойынша әртүрлі қарама-қайшылықтарды, көзқарастарды, ұстанымдарды үйлестіріп, даулы мәселелерді бейбіт жолмен шешуге бағытталады. Татуластырудың бірінші мақсаты тараптардың дауласушылық деңгейін төмендетіп, оларға бітімге келтіріп, татуластыруға қол жеткізу. Ол үшін өз мүдделерін қорғау барысындағы қақтығыс болғандығын шиеленіске қатысушыларды анықтау, дауды шешудің жолын іздеу, дауласушы екі тарапқа қолайлы шешімді тауып, татуласу рәсімдерін бекіту. Осылайша дауды тоқтату қажет деп ойлаймын. Бұл татуласудың ең бір маңызды сәттерінің бірі болады. Татуласуға тараптардың еріктіліктері де әсер етеді. Яғни адамның ішкі көрінісі дау жанжалды шешуге ұмтылыс болса, сыртқы көрінісі оны жүзеге асыру үшін татуласу жөніндегі жазбаша арыз білдіреді. Ал дау жанжалды медиация тәртібімен реттеу туралы келісімнің бір ескерер жағдайы, осы келісімді бекіту туралы ұйғарым Қазақстан Республикасы медиация туралы заңында және Қазақстан Республикасының азаматтық процестік кодексінде көзделген талаптарға сәйкес келуі тиіс. Сонымен қатар, Шымкент қаласының Коммет Тумандыр істер жөніндегі мамандырылған сотына келіп түсетін арыздарды сотқа жеткізбей-ақ медиация тәртібімен шешудің біз тараптарға ұсынамыз. Медиация жасалған жағдайда тараптармен төленген баж салығы қайтарылатын жағын түсіндіреміз. Ал қорытындай келе айтатынымыз, тараптарға соттасуға асықпай-ақ өзара бітімге келуге біз кеңес береміз.